Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын баса кетіңіз. Және видеоның соңына дейін қарап, лүпіліңізді, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Міне бүгін осындай сникерс тортын дайындайтын боламыз. Өте әдемі, өте дәмді, ауызда еретіндей болып шығады. Барлығы сүйіп жейді және сізден рецептін міндетті түрде сұрайтын болады. Ендеше бірге дайындап көрейік. Алдымен ұныңызды және какао ұнтағын міндетті түрде ұн елегіштен өткізіп алыңыз. Одан кейін қопсытқышты қосып, және үстінен шым-шым тұз қосыңыз. Енді құрғақ масларды араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызға, бір ғана жұмыртқа, оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен соғып отырып араластырып аламыз. Енді қатты қатып тұрмаған, бөлме температурасында тұрған сары майымызды жаңағы құрғақ ингредиенттердің үстінен қосып, осылай қолымызбен кружка секілдетіп кішкене илеп аламыз. Одан кейін сұйық масымызды үстінен қосып, өте жұмсақ, сәл-пәл жабыспалы, яғни пирогымыздың қамырын илеп алатын боламыз. Ұнды мен өлшеп қостым. Қазір описанияға барлығын өлшемдерін жазып кетемін. Сол ұннан артық ұн қоса қойған жоқпын. Осындай майлы, кішкене жабыспалы, бірақ өте жұмсақ қамыр шықты. Енді салмасы үшін менде үй жағдайындағы кәдімгі үйдің творогы, оның үстінен қантымызды, жұмыртқамызды салып, одан кейін 20% жақсы қаймағымызды қосып араластыратын боламыз. Қаймақтың сапалырақ, майлырақ болған жақсы. Сіздің творогыңыз, яғни сүзбеңіз қатты или құрғақтау болатын болса, блендердің көмегімен істеңіз де болады. Менікі кәдімгі үйдің сүзбесі болғандықтан өте езіліп тұрған сондай массада болды. Сондықтан мен тек қасықтың көмегімен ғана араластырдым. Енді қамырды формаға жақсылап барлық жерін жеткізіп жайып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен бірнеше жерін осылай тесіп аламыз. Өйткені қамыр көтерілгісе жаңағы салмамызды да қатты көтеріп жібереді. Сондықтан осылай тесіп алғаныңыз жақсы. Енді формамыздың үстінен жаңағы салмамызды салып, барлық жерін бірдей етіп, тегістеп орналастырып аламыз. Массамыздың барлығын салғаннан кейін, яғни салмасын силиконды күрекшені алып, соның көмегімен тегістесеңіз өте әдемі теп-тегіс болып шығады. Және салманы жинаған кезде де қалдық қалдырмай жақсы жинап шығады. Осылай барлығын тегістеп, соңынан форманы кішкене жоғары көтеріп, үстел үстіне бірнеше рет соққылап жіберсеңіз, барлық жеріне салмасы бірдей барады. Видеодағыдай. Міне 40 минуттың ішінде осындай пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде пешіңізге байланысты уақытын қарап бақылап отырыңыз. Менде 40 минутта пісіп шықты. Енді үстінен осы сүтті шоколадымызды, оның үстіне кішкене сүт қосып, немесе сливке қоссаңыз болады, яғни кілегей. Сосын газге қойып ертіп аласыз. Ергеннен кейін үстінен жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып, суып тұрған пирогымыздың үстінен құятын боламыз. Барлық жағына жеткізіп, осылай қасықпен тегістеп шықсаңыз болады. Міне пирогымыз дайын, өте әдемі. Мен қатпай тұрып тіліп көрсеттім. Қатқаннан кейін де өте әдемі болып шығады. Ішіндегі ірімшігімен, үстіндегі құйылған ганашымен өте әдемі, сәнді, әрі ауызда ерейтін өте керемет пирог, яғни чизкейк, сникерс чизкейгі десек те болады. Өте керемет болып дайын болып шықты. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіз. Шаймен істегенге өте керемет үйлесім табатын нағыз сникерстің дәміндей тәбет ашатын, ауызда ерейтін өте керемет пирог болып шықты. Міндетті түрде осы бір нәзік пирогты дайындап көріңіз. Каналға тіркеліп, видео ұнаған болса пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыра кетіңіз. Баршаңызға қайырлы күн тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.